Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат, сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен мынадай квадраттарды қалай біріктіру керек, сол жайында өтеміз сабағымызды. Мен бұлай 4-ші қатардан бастап біріктіруді көрсетемін. Сіздерде әртүрлі болуы мүмкін, жұмысыңыздың көлеміне байланысты. Кішкентай жилетка тоқсаңыз, егер де осылай 4-ші қатардан біріктіресіз, ал үлкен жилеткалар тоқсаңыз, уже мына жерде 4 қатар тоқып, 5-ші қатардан бастап, немесе 6-ші қатардан бастап біріктіретсіздер. Бұл жерде мен мына 4-ші қатардан бір қатарын тоқып алдым. Енді мына жерден бір воздушный алдым. Енді келесі квадратты алып, бұрышынан іліп аламыз. Мінекей бұлай бұрышынан іліп аламыз. Мінекей бұлай соединительный столбик жасаймыз. Және де мына жердегі екінші топты тоқимыз. Яғни 3 столбиктен тұратын топты тоқимыз, Мінекей. 2 столбик тоқыдық, 3 столбик тоқимыз, бір воздушный аламыз, және де мынау келесі тұрған аркаға біріктіреміз. Мінекей бұлай. Осылай біріктіреміз. Келесі арканың 3 столбигін тоқимыз. 1, 2, 3, бір воздушный и келесі аркаға біріктіреміз. Осылай жалғастырып кете бересіздер. Мінекей 3 столбик тоқыдық, бір воздушный аламыз, келесі аркаға осылай біріктіріп, мінекей 3 столбик тоқимыз. 3 столбик тоқып, бір воздушный алып, и мынау бұрышына соединительный жасаймыз да, осы бұрыштан тағы да бір воздушный аламыз. Кейін келесі бұрышына қарай өтеміз, Мінекей біз квадраттарымызды осылай біріктіріп шығамыз. Мына қатарды былай соңына дейін тоқисыз, және келесілерін де осылай біріктіріп, соңғы қатарын тоқу барысында осылай біріктіріп отырасыздар. Және де мен сіздерге басқаша бір тәсілін көрсетпекшімін тағы да осы жерде. Мысалы, біз жилетканың арқасын тоқыған кезде сплошной полотно тоқимыз, сол кезде осылай барлығын қатарынан тоқимыз. Сол кезде тоқыған кезде жіпті қайта осылай біткен сайын үзе бермеу үшін біз мына бұрыштан бастап тоқып келіп, 3 қабырғасын тоқып, келесі жіпті былай өтіп кетпей, мына жіптің қабырғаларын тоқу барысында мына жерден бүйтіп біріктіріп кетіп, мына жағын тоқып, осылай тоқып кетсеңіздер, сонда сіздерде жіпті жиі үзбейсіздер. Бұлай ұзын лентаңызды тоқып біткеннен кейін бірақ үзесіздер. Осы бір қатарды солай бүйтіп тоқып алсаңыз, келесі қатар тоқу барысында сіздер, мысалы, мінекей мынау бұлай тоқылып тұр деп есептеген кезде, сонда сіздерде бұлай тоқылып тұрса, мынаны тоқып атқан кезде бүйтіп келесіздерді, мына қатарды сплошной тоқып бітіп атқан кезде сіздер мына лентаға бүйтіп жалғастырып кетесіздер. Сонда сіздерге де оңай болады, жіпті де қайта үзе бермейсіздер. Сіздерге осы видеом пайдалы болса, ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған подписка жасап қойыңыздар. Және алда бізде әртүрлі
қызықты видео мастер-класстар болады.